Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 3-ші бөліміне келіп жеттік. Бұл бөлімінде Бахар мен Чагла досы екеуі кафеде әңгімелесіп отырады. Және осы Чагла Бахар досынан сен қалай Тимурды ұнаттың және қай кезде кездестің деген сияқты сұрақтар қоя бастайды. Сол кезде Бахар жас кезін есіне алып кафеде құрбы-құрдастарымен отырады. Сол кезде Тимур бұрынғы сүйіктісі Рингин екеуі айырылысып кетеді. Соған мұңайып отырған кезде бір досы келіп, осы Тимурға досым қайтесің, енді кететін адам кетті, айналаңда көптеген жас әдемі қыздар бар, солармен сөйлес дейді. Сол кезде Тимурдың көзіне осы Бахар оттай басылады. Бахар ол кезде өте сүйкімді, сұлу, кіп-кішкене ғана сап-сары қана қыз еді. Сосын екеуі бір-бірін ұнатып сөйлесіп, сол жерде далаға шығады сөйлесуге. Жаңбыр жауып құйып кетеді. Осы сәтте Тимур Бахарды үстіне өзінің пиджагын жауып, өзінің үйіне алып келеді. Сол сәтте Бахар екеуі енді махаббат болып, аяғы ауыр болып қалады. Енді Азизге аяғы ауыр болады. Енді сол сәтте Тимур мен Рингин екеуі бір үйде кездесіп отырған. Сол кезде осы Тимурда өзінің жас кезін және осы Рингин неге мені андай тастап осы Бахармен сөйлесіп кеттің, Бахар аяғы ауыр болып қалды, онымен үйлендің деп Рингин ренжіп отырады. Сол кезде Тимур айтады, мен оны шын сүйген жоқпын, және ол сенімен айырылысып кеткеннен кейін сол сәтте Бахар маған жұбаныш болып, сол түн ең өмірімдегі қателік болды. Және мен ол үйде үйленгеннен кейін, ол үйде мен тыныстай алмаймын, рахат өмір сүре алмаймын. Сен мені тастама деп Рингинге жалына бастайды. Мен сені бұрында тастағанмын, енді тағы да жібере алмаймын дейді. Одан кейін келесі күн болады. Бахар өзін ассистент және өзін қайтадан бұрынғы дәрігер ретінде көре бастайды, және дәрігер боламын деп шешім қабылдайды. Сөйтіп Бахар Тимурға келіп $250 сұрайды. Ақша сұрайды күйеуіне келіп. Тимур ол не үшін деп дейді. Сол кезде Бахар айтады, мен қайтадан ассистент болып жұмысқа тұрғым келеді, сол үшін мен дайындық жасағым келеді, соған ақша керек дейді. Ал Тимур болса бірден бас тартады, мен саған шашатындай ондай ақша жоқ менде дейді. Сөйтіп Бахар жылағысы келіп жынданып, енді ақшаны қайдан аламын деп. Сол сәтте Бахарға ең ауыр тиген нәрсе ол Тимурдың сөзі еді. Күйеуі айтады, сенің жасың келді және сен аурусың, бауыр ауыстырдың. Бауыр ауыстырған адам ол 70% ағза дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Сені ешкім жұмысқа алмайды дейді. Одан кейін келесі күні ұлымен кездесу үшін больницаға барады. Сол кезде осы Азизге бір қыз ұрысып жатады. Ол қыз әрине осы Бахардың Азиздің дос қызы айғайлап жатады. Сол сәтте Азиз ол үндемей ғана күтіп тұрады. Содан кейін Бахар оған жынданып кетіп қалады. Сол кезде жаңағы Селен Азизге түсіндіріп айтады, мен білемін, сен әкең мен анаңның арасындағы ренішті сен ойлап жүрсің, ондай нәрсені ойлаушы болма. Ондай үйдің проблемасын, жеке өзіңнің проблемаңды ауруханаға алып келме деп түсіндіріп айтады. Және осы Тимур келесі күні өзінің анасына, яғни Бахардың енесіне келіп айтады, Бахар осындай менен ақша сұрады, яғни қайтадан дәрігер боламын, соған дайындалуға маған ақша керек дейді. Сол сәтте Бахардың енесі, яғни Тимурдың анасы ашуланып, бол деген ауруханадан шыққаннан кейін мінезі ауыр болып, тіпті өзгеріп кетті. Біздің алдымызда тұрған баяғы Бахар емес, бұрынғы Бахарды қайтып әкелу керек дейді. Келесі күні Бахар мен Тимур ұрысып қалады. Тимур айтады, сенің қолыңнан еш нәрсе келмейді, сен кәрісің деген сияқты, мен ақша бере алмаймын деп тоқ етерін айтады осы жолы. Одан кейін Бахар ұйықтап қалады. Сол кезде ұйықтап қалады, тұрса, сағатын қараса таңғы 9. Сол кезде енесі звондап, екеуміз тамақ ішіп, қайтайық, серуендеп қайтайық дейді. Сол кезде енесі екеуі бір табиғат аясына кафеге келіп тамақ ішеді. Сол кезде енесі де дәл Тимурдың айтқандай айтады, сенің жасың болса келді, енді осы екі балаңа жақсы тәрбие беріп, үйде отыр, сен енді біздің фамилиямыз, тегімізді мазақ қылма, осыған лайықты болып жүр деген сияқты біраз
әңгіме айтады енесі. Сен менің келінімсің, короче, енді жайыңа жүр, күйеуіңе Тимурға жағласпа дейді. Сонымен Бахар біртүрлі болып үндемей ғана қалады, андай көнгендей болып. Сол кезде Бахардың көз алдына емес, енді енесінің қолындағы сумкаға көзі түседі. Ол енесінің сумкасы брендтің сумкасы еді, және оның бағасы $250 еді. Және оны Бахар ойланып тұрады да, ол өзі дәл сондай сөмке сатып алып, үйіне апарып, енесінің сөмкесін ауыстырып қояды да, енесінің сөмкесін сатылымға шығарып, оны сатып жібереді. Қолына ақша алып, ол өзінің дәрігер ретінде емтихан тапсыруға дайындалады. Сол емтиханға дайындалуға көптеген қағаздар және кітаптар деген сияқты сондай нәрсе керек болады, соған ақша жұмсайды. Сөйтіп сатып алады, ана кітапшаларды, күнде сабақ оқиды, күнде сабаққа барады. Ол Бахар өтірік үй шаруасымен айналысып жүріп, күнде кітабын оқып, сабақ оқып жүреді. Көп дайындалады. Сыпырып жүріп, бір жағында кітабын және ыдысты жуып жүріп, құлағында наушникпен сабағын оқып жүреді. Және сол күні Азиз баласының да емтиханы болады. Ол да хирург болуға тапсырып жатқан. Ол да дайындалып, анасы да дайындалып жүреді, бірақ анасы отбасындағы ешбір адамға айтпайды. Және өзінің тегін бұрынғы өзінің әкесінің атына ауыстырады. Ол примерно бір аптада дайын болады. Келесі күні Азиз Ұмай қызы суреттен бірінші орын алады. Сол Ұмай айтады: анашым, мен бірінші орын алдым, бүгін мені марапаттайды, соған келесің бе дейді. Анасы қарсылық білдіре алмай иә дейді. Бірақ келесі күні Ұмайға бармайды Бахар. Сөйтіп Ұмай жылап анасына ренжиді. Бахар Ұмайдың бөлмесіне барып қанша кешірім сұраса да, Ұмай жылап: мама, өтінемін баршы деп қаттырақ жауап қайтарады. Келесі күні емтихан тапсырады. Ұлы да өзі де Бахар емтиханнан өтеді, және ұлы да өтеді. Сол кезде баласы звондап анасына жақсы хабар айтады: мен емтиханнан 75 балл алдым, мен өттім дейді. Сол сәтте Бахар қатты қуанып, өзінің де өткен және баласының да өткеніне қатты қуанып билей жөнеледі. Бахар ол өзінің күйеуінің больницасына жұмысқа тұрмақшы болады, бірақ оны жұмысқа тұратын кезде енді резюме тапсырады, больницаға резюме жібереді. Сол сәтте оны рентген көріп қояды да, оны бірден отказ қылып, яғни бұл кісі жарамайды деп жауап береді де, оны резюмеден алып тастайды. Дәл сол сәттерде Эврен дәрігерді де осы Тимурдың больницасына бас хирург боп врач қылып шақырып жатқан. Сол сәтте осы Тимурдың больницасындағы бастығы осы Эврен дәрігер шақырып: сен егер де осы больницаға жұмысқа тұруға келсең жақсы болар еді дейді. Сол кезде Эврен айтады: иә, мен осы больницада жұмысқа тұрғым келеді, бірақ менің бір шартым бар дейді. Сол сәтте ана кісі: қандай шарт дейді. Эврен дәрігер: мен осы ассистенттің әйелді жұмысқа алғым келеді дейді. Ана кісі келіседі, және осы сол сәтте оның алдында осы Бахар жұмысқа тұрудан Бахарға звондайды: жұмысқа қабылданбайсыз деп. Оның алдында рентгенмен Тимур шешім қабылдайды ғой, ол Бахарды бұл ауруханаға жолатпау керек деп. Содан кейін оны жұмысқа қабылдамайды. Сөйтіп Чағла досы екеуі бірге саяхаттамақшы болып, екеуі бірге демалысқа кетіп бара жатқанда ауруханадан бір кісі звондайды. Сол кезде Бахар телефонды алып: бұл кім екен дейді, және дәл осы күні сізді біз кездесуге шақырамыз, яғни жұмысқа қабылдайын деп жатырмыз, соған сізбен сөйлесуіміз керек дейді. Сол сәтте Бахар қатты қуанады, және келесі күн болады. Бахар сұхбаттасуға келеді, және сол сәтте Тимур оны ұстап алып: сен неге олай жасадың, сен неге бұл больницаға жұмысқа тұрмақшысың деп айғайлайды. Және сен тегіңді ауыстырып тастапсың ғой, неге ауыстырдың деп жауап береді. Сол сәтте Бахар: мен осы больницаға жұмысқа тұрғым келеді, мен дәрігер болғым келеді, мен арманымнан бас тартпаймын дейді. Сол сәтте Тимур айтады: ендеше менің тегімнен бас тартыпсың, ендеше менің әйелім екеніңді де ешкім білмесін, яғни мен сені танымаймын, сен мені танымайсың деп бірден шешім қабылдайды. Одан кейін Тимур мен рентген екеуі Бахар сұхбаттасуға отырады, және айналасында 6-7 дәрігер ол Бахарға сұрақ қояды. Сол сәтте Тимур да отырады ол жерде, рентген де отырады. Ал рентген болса сол больницаның профессоры болып жұмыс жасап жатқан еді. Сол рентгенде жүреді.
және бағанағы эврен дәрігер де бар, және одан басқа 3-4 дәрігерлер де бар. Барлығы жабылып осы кімді Бахарға сұрақ қояды. Сол сәтте Тимур күйеуі де оған жұмысқа алғысы келмей, сіз аурусыз, егер де осы больницадан инфекция жұқтырып алсаңыз не істейсіз, одан да үйде отыра беріңіз дейді. Одан кейін тағы да басқа дәрігерлер сұрақ қояды, және Бахарға сол жерде отырған 7 адам дауыс береміз деп шешеді. Осы Бахарға кім жұмыста қалсын немесе жұмыстан шықсын деп, жұмысқа қабылданбасын деп талап қояды сол жерде. Сол 7 адамның 3-еуі жұмысқа қабылдансын, оның жасы және оның ауруы ешқандай да кедергі емес деп жауап береді. Және тағы 3 дәрігер айтады, ол кісі үйде отыру керек, бала шағасына қарап, жасы да келген, және ауру жұқтырып алуы мүмкін деп жауап береді. Және бұл жерде 3-3, яғни 3 ұпай минус, 3 ұпай плюс. Бұл жерде рентген, яғни Тимурдың сүйіктісі ғой, любовницасына сол жердегі дәрігер айтады. Рентген дәрігер енді бұл жерде шешімді сіз қабылдайсыз. Бахар жұмысқа қабылдансын ба, әлде жұмысқа қабылданбасын ба дейді. Сол сәтте көп ойланып, рентген жұмысқа қабылданады деп шешім қабылдайды. Бүгінгі кино осымен аяқталды. Маған бүгінгі сериал өте қатты ұнады. Және қанша оқу жасына, ауруына қарамай оқим деген адамның ешқандай алдынан кедергі шықпайды деп ойлаймын. Сондықтан қанша жаста болсаңыз да, оқығыңыз келсе, қалаған мамандығыңызды оқып алға талпынуыңызға болады. Сау болыңыздар, келесі бөлімді ертең айтатын боламын. Егер де осы телесериал ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.